Қайырлы күн достар, сіздерді өз арнамызда қайта көргенімізге өте қуаныштымыз. Бұл Медикон білімі арнасы, сіздермен бірге мен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз жүрек етінің физиологиялық қасиеттеріне арналған сабағымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы еске түсіріп өтсек, жүрек етінің 4 физиологиялық қасиеті бар еді. Олар қозғыштық, өткізгіштік, жиырылғыштық және автоматизм. Өткен сабағымызда біз жүрек етінің қозғыштығына сипаттама беріп өттік. Бұл жолғы сабағымызда біз жүрек етінің автоматизм мен өткізгіштік қасиетіне арнауды жөн көрдік. Жалпы автоматизм дегеніміз не? Автоматизм дегеніміз бұл жүректің өздігінен импульс тудыра алу қабілеті. Яғни импульс бұл бізде жүрек етінің жиырылуын ынталандыратын қандай да бір күш немесе зарядтығын. Яғни жүрек өзінің жұмысын ынталандыратын осы күшті өздігінен тудырады. Сол себепті де бұл қасиеті автоматизм деп аталады. Ал өткізгіштік дегеніміз, яғни атайтып тұрғанда осы түзілген импульсті жүрек кардиомиоциттерінің бойымен өткізіп, оның барлық кардиомиоциттерге таралуын қамтамасыз ету қасиеті. Жалпы біз жүрек етінің автоматизм мен өткізгіштігін толығымен сипаттау үшін біз жүректің өткізгіш жүйесі жайлы білуіміз керек. Жалпы жүректің өткізгіш жүйесі дегеніміз осы импульсті тудырып, оны жиылғыш кардиомиоциттерге тасымалдауды қамтамасыз ететін арнайы жүйе болып табылады. Давайте осы өткізгіш жүйенің алдымен құрылысына тоқталып өтейік. Жүректің өткізгіш жүйесі ең бірінші бұл жерде құрылым, ол синоатриалды түйін болып табылады. Синоатриалды түйін бұл оң жақ жүрекшеде, оң жақ жүрекшеге венозды синустың құяр жерінде орналасқан. Сол себепті де бұл құрылым бізде синоатриалды түйін деп аталады. Яғни бірінші құрылым бізде синоатриалды түйін. Екінші құрылым бізде ол атриовентикулярлы түйін. Атриовентикулярлы түйін бұл жүректің оң бөлігінде атриовентикулярлы клапанның артқы жағында жүректің орта сызығына жақын орналасқан. Яғни атайтып тұрғандай бұл атриовентрикулярлы түйін. Немесе оны автор бойынша Ашов-Тавар түйіні деп атайды. Ал синоатриалды түйін бізде автор бойынша Кис-Флек түйіні деп аталған тұғын. Осы екі түйінді байланыстырып жататын бізде түйін аралық шоғырлар бар. Оларды жалпы 3 ірі шоғырда ажыратады. Олар алдыңғы, ортаңғы және артқы шоғырлар. Бұлар автор бойынша алдыңғы шоғыр Бахман шоғыры, ортаңғы шоғыр Венке-Бах шоғыры, ал артқы шоғыр Торель шоғыры деп аталады. Сонымен қатар бізде импульсті бізде оң жақ жүрекшеде орналасқан ғой түйін. Импульс осында қалыптасады. Осы түсірген импульсті сол жақ жүрекшеге тасымалдайтын тағы жүрекше аралық шоғыр бар. Ол да автор бойынша Бахман шоғыры деп атайды. Себебі бұл шоғыр бізде кейбір әдебиеттерде көрсетіледі. Бұл түйін аралық алдыңғы шоғырдың бір тармағы ретінде, кейбір әдебиеттерде бұны бөлек шоғыр ретінде қарастырады. Не дегенмен де бұл шоғыр бізде Бахман автормен ашылған. Сол себепті де екі шоғыр Бахман шоғыры деп аталады. Әрі қарай бізде өткізгіш жүйенің келесі құрылымы бұл атриовентикулярлы шоғыр. Мұнда атриовентикулярлы түйін тұғын, бұл жерде атриовентикулярлы шоғыр. Бұл енді жүректің ортаңғы бөлігінде жүрекшелер мен қаншалардың түйісетін жерінде орналасқан шоғыр. Бұл шоғыр автор бойынша Гис шоғыры деп аталады. Осы автор бойынша аты әдебиеттерде жиі кездеседі. Гис шоғыры бізде более қарыншаларға жақын орналасқан, жүректің ортаңғы бөлігінде. Әрі қарай бұл шоғырдан қарыншаларға қарай тармақтар шығады. Екі ірі тармақ шығады. Бұл тармақтар бізде Гис шоғырының аяқшалары деп аталады. Яғни номер 5-ші құрылым бізде Гис шоғырының аяқшалары. Сәйкесінше олар Гис шоғырының оң аяқшасы және Гис шоғырының сол аяқшасы деп аталады. Және соңғы құрылымдар бұл Гис шоғырының аяқшаларынан
тармақталатын және жиылғыш кардиомиоциттерге импульсті тасымалдайтын құрылымдар. Бұлар автор бойынша Пуркини талшықтары деп аталады. Яғни жалпы жүректің өткізгіш жүйесінің құрылысы осындай. Келесі тоқталып өтетін жайт бұл өткізгіш жүйедегі автоматизм мен өткізгіштік қасиетін сипаттасақ. Яғни біз айттық, осы өткізгіш жүйе бізде қызметі импульсті тудыру және оны өз бойымен өткізіп, жиырылғыш кардиомиоциттерге импульсті тасымалдау. Бұл жерде бізде аталған құрылымдар синатриалды түйін, атриовентрикулярлы түйін, гис шоғырының аяшылы және Пуркини талшықтары. Бұлардан негізінен өткізгіш жүйенің негізін атипті кардиомиоциттер түседі. Бұның типті кардиомиоциттердің ерекшелігін біз бірінші сабақта айтып өткен болатынбыз. Оларда жиылғыш филаменттер аз болады, олар көбінесе импульс түзумен оны өткізуге бейімделген. Және бұл түйіндердің өткізгіш жүйенің кез келген бөлігі импульс тудыруға және оны өз бойымен өткізуге қабілетті болып келеді. Және соған сәйкес бұларда негізінен екі түрлі жасушалар орналасады. Бұлар қандай жасушалар десе, П жасушалар және Т жасушалар деп жауап бересіздер. П жасушалар олар толық пейсмейкер жасушалар деп аталады. Және бұлар импульстің қалыптасуына жауапты атипті кардиомиоциттер. Ал Т жасушалар бұлар транзиторлар, яғни өткізгіш клеткалар. Бұлар импульсті көбінесе тасымалдау қызметіне жауап береді. Және ең күшті пейсмейкер бізде синатриалды түйінде орналасқан. Бұл жерде орналасқан пейсмейкер жасушалар бізде минутына 60-90 рет импульс тудыруға қабілетті. Ал синатриалды түйінден кейінгі ең мықты пейсмейкер жасушалар бізде ол атриовентрикулярлы түйінде орналасқан. Бұл жерде түсілетін импульстердің жиілігі 40-60 рет минут аралығына ауытқиды. Ал гис шоғырында импульстер бізде 25-40 аралығында болса, ал Пуркини талшықтарында 10-15 рет минутына импульстер туындайды. Жүректің әр бөлігінде импульстердің туындау жиілігі әртүрлі. Бірақ бізде жүректің бүкіл өткізгіш жүйесі ол синоатриалды түйінде қалыптасқан импульсті өз бойымен өткізеді және дәл осы жиіліктегі импульсті жиырылғыш кардиомиоциттерге тасымалдайды. Сол себепті де нормада біздің жүрегіміз минутына 60-90 рет соғады. Бұл нормадағы соғу жиілігі. Егер 90-нан жоғары болса, оны біз жиілігі артқан, яғни тахикардия деп атаймыз. 60-тан төмен болса, ол брадикардия, яғни жүректің жиырылу деңгейі қалыптыдан төмен деген сөз. Яғни бізде синатриалды түйін бұл басымдылыққа ие болатын түйін болып табылады. Егер де қандай да бір жағдай болып синатриалды түйінде зақымдалатын болса, немесе синатриалды түйінде импульстер туындамай қалатын болса, немесе ол келесі өткізгіш бөліктерге тасымалданбай қалса, онда келесі жетекші рөлді бізде атриовентрикулярлы түйін алады. И соған сәйкес біздің жүрегіміз жиілігіне минутына 40-60 аралығындағы жиілікте соғатын болады. Дәл солай осы градиентпен біздің жүрегіміздің соғу жиілігі өзгеріп отырады. Яғни біз енді бұның туындау механизміне, яғни синатриалды түйіннің бұлай жетекші рөл алуының жасушалық деңгейдегі механизмін қарастырсақ, әрекет потенциалы негізінде. Әрі қарай біз енді атипті кардиомиоциттердің әрекет потенциалын қарастыратын боламыз. Бірінші кезекте біз атипті клеткаларда синатриалды түйіннің пейсмейкер жасушаларының әрекет потенциалын қарастыратын болсақ. Типті кардиомиоциттермен салыстырғанда бұлардың әрекет потенциалының табалдырығы, қозғау табалдырығы бұлар біршама жоғары болып келеді. Типті кардиомиоциттерді айтып едік, бізде олардың қозғау табалдырығы -90 милливольттан басталады. Неде бізде атипті кардиомиоциттерде қозғау табалдырығы -60 милливольттан басталады.
Яғни бұлардың ерекшелігі минус 60 милливольт кезінде негізінен тез натрий каналдарының натрийге өткізгіштігі біршама төмендеп кетеді, баяулайды типті кардиомиоциттермен салыстырғанда. Сол себепті алдымен бізде натрий каналдарының жасуша ішіне енуі баяу түрде жүреді. Бұл натрий каналдары негізінен бізде IF каналдар деп аталады. Яғни біліп жүруге бұл IF каналдары. Және заряд бізде примерно минус 55 милливольтқа жеткен кезде, осы кезде бізде синатриалды түйенің пейсмейкер жасушаларында Т-типті кальций каналдары ашылады. И жасуша ішіне кальций иондарының кіруі басталады. Бұлар бізде Т-типті кальций каналдары. Одан соң заряд натрий мен кальций иондарының қатар кіруінен біршама жоғарылап, минус 40 милливольт деңгейіне жеткен кезде, дәл осы моментте бізде қарқынды түрде L-типті кальций каналдары ашыла бастайды. И жасуша ішіне кальций иондары өте қарқынды түрде кіреді. Бұл кезде уже L-типті кальций каналдары. L-типті кальций каналдары, немесе бұны баяу кальций каналдары деп атайды. Ал Т-типтелер бізде тез кальций каналдары болатын. Бұлар баяу болғанмен, бұларда каналдар саны көп болғандықтан бізге дәл осы моментте кальций каналдары жасуша ішіне көптеп ене бастады. Яғни оң зарядталған иондар клетка ішіне көптеп енгендіктен бізде уже мембраның заряды өте жылдам оң мәнге ұмтыла бастайды. Дәл осы моментте бізде әрекет потенциалының бастапқы кезеңі, яғни деполяризация кезеңі басталады. Дәл осы моментте мембрана заряды өзінің белгілі бір дәрежесіне жеткен кезде, яғни деполяризация кезеңінде бізде мембрана заряды плюс 10, плюс 15 милливольтқа жетеді. Және бұл кезде L-типті кальций каналдарының жабылуы орын алады. Және бір момент, осымен бір уақытта калий каналдары ашылып, жасуша ішінен оң зарядталған калий иондары жасушааралық кеңістікке қарай шыға бастайды. Яғни оң зарядталған калий иондарынан айырылған кардиомиоцит жасушасы енді ондағы әрекет потенциалы қайтадан төмендей бастайды және теріс мәнге қарай ұмтылады. Бұл саты бізде реполяризация деп аталады. Және бұл типті кардиомиоциттегі әрекет потенциалының үшінші сатысына сәйкес келеді. Яғни үшінші саты бізде реполяризация болатын. Типті кардиомиоциттермен салыстырғанда бұларда фактически бірінші және екінші сатылар, яғни бастапқы реполяризация мен плато кезеңі көрініс бермейді. Және оны примерно осы жерде деп белгілейді. И әрі қарай бізде қайттан ол төмендеу орын алады. Және ол тыныштық қалпына қайтып оралады. Төртінші фаза бұл бізде тыныштық фазасы болатын. Жалпы синатриалды түйіндегі пейсмейкер жасушаларының әрекет потенциалы осындай. Бұдан төмен орналасқан өткізгіш жүйенің құрылымындағы әрекет потенциалда бізде жалпы механизмдері бірдей ұқсас келеді. Бірақ олардың ерекшелігі олардағы төртінші фаза, яғни тыныштық фазасы синатриалды түйіндегі кардиомиоциттермен салыстырғанда біршама ұзарған болып келеді. И сол себепті де олардағы импульс жиілігі бізде синатриалды түйінге қарағанда сирек. Яғни бұны біз схема түрінде қарастырсақ. Мысалы бізде бұл синатриалды түйінде қалыптасатын импульс болсын. Бұл синатриалды түйіндегі импульс. Бұдан төмен жатқан біздегі екінші құрылым бұл атриовентикулярлы түйін болатын. Ондағы ерекшелік бізде олардың төртінші фазасы ұзарған болып келеді. И сәйкесінше бізде синатриалды түйінге қарағанда атриовентикулярлы түйінде импульстің туындау жиілігі төмен болып келеді.
Ал бірақ басқа да деполяризация және реполяризация сатылары бізде почти бірдей, ол механизм ерекшелігі жоқ. Тек қана бұл түйіндерде орналасқан пейсмейкер жасушаларында олардағы натрий иондарына өткізгіштігі төмен болып келеді. Сол себепті ол Т типті кальций каналдарының ашылуына қажетті -55 милливольт заряд деңгейіне олар өте баяу уақытта, ұзағырақ уақытта жетсе, и сәйкесінше олардың төртінші тыныштық фазасы ұзарған болып келеді. Әрі қарайғы гиш шоғырында да дәл осындай мәселе. Оларда да төртінші фаза атриовентрикулярлы түйінге қарағанда біршама ұзақ. Ал қалған деполяризация және реполяризация кезеңдері олар айырмашылық бермейді. Сәйкесінше белгілі бір уақыт аралығында біз көріп отырмыз, синатриалды түйінде 3 импульс қалыптасып үлгерді. Бұл уақытта атриовентрикулярлы түйінде 2 импульс қалыптасса, гиш шоғырынан тек қана 1 импульс қалыптасып үлгерді. Яғни бізде атриовентрикулярлы түйін өзінің импульсын қалыптастыруға тырысады. Бірақ ол тыныштық жағдайында оған уже синатриалды түйіннен келетін импульс жетіп қояды да, и ол өзінен импульсті тудыра алмай, синатриалды түйіннен келген импульсті өткізуге мәжбүр болады. И дәл сондай проблема келесі жағдайда да. Ол уже өткізіп, келесі өзінің жиырылуына дайындала бастаған кезде қайтадан синатриалды түйіннен бізде импульс келеді. И сәйкесінше ол қайтадан өткізеді, осылай бізде синатриалды түйін импульс түсудегі жетекші орынға ие болады. Импульс жиілігінің бұлай өткізгіш жүйе бойымен айырмашылық беруі бұл автоматизм градиенті деп аталады. Яғни градиенттің жоғарысында бізде синатриалды түйін тұрса, градиенттің төменде яғни Пуркине талшықтарына түсетін импульс тұр, жиілігі. Синатриалды түйінді айттық, біз 60-90 рет минутына импульс түсілсе, Пуркине талшықтарында бар болғаны 10-15 рет минутына импульс түсіледі. Бұл айырмашылық бізде автоматизм градиенті деп аталады. Және бұл бізде көптеген тәжірибелерде дәлелденген. Соның бірі және танымалы бұл Станиус тәжірибесі. Станиус тәжірибесі туралы айтсақ. Станиус тәжірибесінің мәні неде? Станиус өз тәжірибесі арқылы ол автоматизм градиентін тәжірибе жүзінде көрсеткісі келді. Ол не істеді? Ол өзінің тәжірибесіне материал ретінде 3 камералы бақа жүрегін алды да, и оны қалыпты жағдайдағы импульстің жиілігін өлшеп алды. Нормада бақа жүрегінде синатриалды түйінде минутына 50 рет импульс түсіледі. И сәйкесінше өткізгіш жүйенің келесі бөлімдерінде де ол синатриалды түйіннің импульсын өткізетіндіктен сәйкес әрбір бөлімде 50 реттік импульс болады, және оған жақын жатқан кардиомиоцитте минутына 50 рет жиырылды. Ол норманы өлшеп алғаннан кейін синатриалды түйінге жақын аймаққа лигатура салды. Яғни синатриалды түйінді байлап тастап, ол жерден импульстің өткізгіш бөлімнің келесі деңгейлеріне импульстің өтуін шектеп тастады. Яғни синатриалды түйіннен бізге импульс келмейді. Синатриалды түйінге жақын аймақта өзі 50 рет импульс түсіледі, бірақ синатриалды түйінге импульс келмегендіктен ол алдымен лигатура салғаннан кейінгі 15-20 секунд аралығында жүректің келесі бөлімдеріндегі импульстің тоқтап қалғанын көреді. Яғни оларда импульс жоқ, түсілмейді, сәйкесінше жүректің жиырылуы тоқтап қалады. Минутына 0 рет. Бірақ 15-20 секунд өткеннен кейін уже жетекші рөлді бізде атриовентрикулярлық түйін алып бастайды, и ол минутына 30 рет жиілікте импульс түсіп бастайды. Сәйкесінше атриовентрикулярлы түйіннен түсірген импульс жоғары қарай және төмен қарай тарала бастайды. И сәйкесінше өткізгіш шоғыр аймағында импульс 30 рет минутта жиілігімен өткізіледі, және оған жақын аймақтағы кардиомиоциттер минутына 30 реттік жиілікпен жиырылады. Соған сәйкес жүрек ұшында да минутына 30 рет жиырылу орын алады. И одан кейін ол алты лигатураны енді екінші лигатураны атриовентрикуляр аймаққа жақын жерге салды. Бірінші лигатура болса, екінші лигатура.
Бұл кезде не болды? Синатриалды түйін өзінің минутына 50 реттік жиіліктегі импульсін түзіп жатыр. Атровентрикулярлы түйін өзінің 30 реттік импульсін түзіп жатыр. Бірақ лигатура салғандықтан өткізгіш шоғырға қарай екі жақтан да импульстің келуі шектеліп қалған. Сәйкесінше өткізгіш шоғырда импульстің түсілуі нөлге тең. Бұл жерде пейсмейкер жасушаларының жиілігі өте төмен және олар өздігінен импульс түзе алмайды. Сәйкесінше бұл жердегі аймақта кардиомиоциттердің жиілігі нөлге тең болды. Ал төменге қарай таралған өткізгіш жүйенің жолдарында ол жерде кедергі жоқ. Сол себепті олар атровентрикулярлы түйіннен келетін импульс жиілігімен жиырылады. Яғни бұларда жиырылу минутына 30 рет болады. И ол алдыда 3-ші рет лигатура салды. Ол енді атровентрикулярлы түйіннен кейінгі жолға 3-ші лигатура салды. И бұл кезде не болды? Синатриалды түйін өзінің 50 реттік импульсін түсіп жатыр. Атровентрикулярлы түйін өзінің 30 реттік импульсін түсіп жатыр. Өткізгіш жүйеде импульс жоқ. И бізде жүрегіші қалды. Жүрегіші енді атровентрикулярлы түйіннің төмен жатқан аймақтардағы түсіретін импульсінің жиілігімен жиырылады. Яғни бұл бізде адамның өткізгіш жүйесінің құрылысымен салыстырғанда, яғни бұл гис шоғырына тура келетін аймақ. Яғни бұл жерде импульсінің жиілігі енді 15 рет минутына болады. И сәйкесінше енді бізде жүрек ұшы минутына 15 реттік жиілікпен жиырылады. Яғни көріп отырғанымыздай, неғұрлым өткізгіш жүйе төмендеген сайын, бұл жерде де импульстің түсілу жиілігі төмендей берді. 50, 30, 30, 15. И Станис 6-та осыны тәжірибе жүзінде көрсетіп, автоматизм градиенті деп атады. Жалпы автоматизм градиенті дегеніміз осы. Бұған дейін біз жүрек етінің автоматизм қасиеті туралы айтып өткен болатынбыз. Енді жүрек етінің өткізгіштік қасиетінің ерекшеліктерін айтып өтсек. Өткізгіш жүйе арқылы импульстерінің өткізу ерекшеліктері бұл өткізгіш жүйенің әртүрлі деңгейінде олардың өткізу жылдамдығының әртүрлі болуында және оның өзіндік физиологиялық мәні бар. Мысалы, синатриалды түйінде қалыптасқан импульс ол түйін аралық шоғырлар арқылы 1 метр секунд жылдамдықпен өтеді. Яғни ол 0,1 секунд ішінде жүрекше кардиомиоциттерінің бәрін қамтып атровентрикулярлы түйінге жетіп үлгереді. Бірақ дәл осы моментте атровентрикулярлы түйінде импульстің 0,2, 0,4 секунд кідіретіні бұл зерттеу барысында мәлім болған. Яғни бұның кідіруін қалай түсіндіреді? Яғни зерттеу нәтижелері бойынша айтады, бұл түйінде орналасқан кардиомиоциттер өткізгіш жүйенің басқа бөлігіне қарағанда бір-бірінен алшағырақ орналасқан. Алшағырақ орналасқан, сәйкесінше импульстердің ол жерде бір-біріне берілуі өте баяу түрде жүреді. Сәйкесінше импульс 0,2, 0,4 секунд кідіреді дейді. Яғни бұл кідіріс кезінде уже қозу сатысындағы жүрекше кардиомиоциттері жиырылып үлгереді. Сәйкесінше жүрекшедегі қан қаншаларға құйылып бастайды. Дәл осы моментте атровентрикулярлы түйіннен әрі қарай импульс гис шоғырына өтеді. Гис шоғырынан бастап импульс әрі қарай енді 4-5 метр секунд жылдамдықпен тарала бастады. Яғни жүрекшедегі импульстың таралу жылдамдығына қарағанда 4-5 есе жылдам болып табылады. Яғни қаншаларға құйылып аяқтала берісімен импульс уже 4-5 метр жылдамдықпен таралып, уже қанша кардиомиоциттерінде қамтып үлгереді. Бұл кезде Пуркине талшықтарының бойымен де импульстің өтуі 4-5 метр секунд құрайды. Ал қанша кардиомиоциттерінің өзінің ішінде, яғни типті кардиомиоциттерінің бір-біріне импульс өткізуі жылдамдығы ол 0,3 метр секундты құрайды. Яғни бұл дегенімізде импульс алдымен гис шоғырының аяқшалары арқылы жүрек ұшындағы кардиомиоциттерге келді. Осы жерде атипті кардиомиоциттерден уже типті жиырылғыш кардиомиоциттерге импульс беріледі. Яғни бұл жерде 0,3 метр секунд жылдамдықпен беріліп жатқан кезде жаңа өткізгіш жүйе арқылы импульс 4-5 метр жылдамдықпен уже жоғары қарай өрлеп, басқа да кардиомиоциттердің импульсті тезірек қамтуын
қамтуына жағдай жасайды. И сол себепті бізде салыстырмалы түрде бір уақытта қарынша кардиомиоциттердің бәріне де импульс бір уақытта жетіп үлгереді және олар барлығы бір уақытта қозу сатысына өтеді. И сәйкесінше импульс қарыншаның өткізгіш жүйесі арқылы таралып бітем дегенде жүрекшелерден қан қарыншаларға құйылып үлгерді. И импульс толық қамтыған кезде қарыншалар жиылады. Сонымен қан ары қарай магистралды тамырларға өтеді. Яғни бұл жерде өткізгіш жүйенің бұл жылдамдықтың разницасының мәні бір алдымен жүрекшелердің жиырылуы, сол арқылы қанды жүрекшеден қарыншаға айдау, одан кейін барып қарыншаның жиырылуы, сол арқылы қанның уже магистралды тамырларға қарай ағуға. Егер мысалы жүрекшемен қанша бір уақытта жиырылса, онда қанның жүректен айдалып шығуы бұл өте қиынға соғар еді. Яғни өткізгіш жүйенің ерекшелігінің физиологиялық мәні осында. Осымен біздің бүгінгі жүрек автоматизмі мен өткізгіштік қасиетіне арналған сабағымыз өз мәресіне жетті. Пайдаларыңызға асады деген үміттеміз. Сонымен қатар видеоға баға беріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламат болыңыздар.